Достар, сәлем. Менің арнама қош келдіңіздер. Мен бүгін сіздерге осындай ыстық ыдысты ұстағыш тоқып көрсетемін. Прихватки дейді, не болмаса орысша. Мысалы, сіздер тамақ дайындағанда кастрюльдеріңіз ыстық болады, ұстауға. Сонда мынаны былай ұстасаңыздар болады екі жағынан. Сонда мінекей өзі осындай пармен жүреді. Пармен тоқсаңыздар болады. Сіздер де тоқып көріңіздер. Менің видеомды осы қарап, лайк басып, мені қолдап жүріңіздер. Осылай ас үйге іліп қоюға болады. Өте пайдалы, керек зат деп ойлаймын. Бізге мынандай жіптер керек болады. Үйде қалған любой керек емес бір нені бізге мынандай жіп керек болады. Екі түрлі, жасыл және осындай. Болмаса өздеріңіз қалаларыңыз бойынша түс алуға болады. Мен жіпті тарқатып алдым. Енді бастау үшін бізге шеңбер істеп алу керек. Бұрынғы видеоларда қалай жасадым, солай шеңбер жасап аламыз. Мінекей, осы шеңберге 12 осы шеңберге мінекей 12 мынандай бағандар істейміз. Бір жарты баған істейміз. 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 мінекей 12 жарты баған шықты. Мына жерін қосамыз да, енді осы жердің осы жарты бағанның ішіне біз көтеріп аламыз. Осы жерге 2 неден тоқып шығамыз. 2 кәдімгі ұзын бағаннан тоқып шығамыз. Сонда бізде 24 баған шығу керек. Басында 12 бізде жарты баған болды. Енді қазір 24 ұзын баған шығады. Тоқу өте оңай. Мен тез тоқсам, мен енді тез тоқып үйренген адаммын. Егер сіздерге тез болып жатса, онда асықпай пауза қойып тоқып көріңіздер. Әр жарты бағанның ішіне мінекей мен 2 ұзын бағаннан тоқып жатырмын. Сен де не істеватсың? Кстати, видео түсіп жатыр. Иә? Жесін бе тағы?
мінекей 12 болды. Енді осыны мына жерге қосамыз. Сонда осында бізде шеңбер шықты. Енді біз жаңағындай көтереміз. 1, 2, 3. Енді осы жерге, осы әр бағанға, не бір баған, 2, 3. Осы бағандарға біз тағы да 2 бағаннан тоқимыз. Сонда бізде жаңа 24 болды ма, енді бізде 48 шығу керек. Әр бағанға біз 2 бағаннан әр бағанға 2 үлкен ұзын бағаннан тоқып шығамыз, иә. Бұны менімен бірге бүйтіп тоқып отырмай-ақ қояйық, өзіміз тоқиық, иә, ары қарай. Өйткені менің оқырмандарым бұрыннан тоқып жүрген, ютубымды қарап жүрген, ютуб жазылушыларым тоқып жүрсе, қарап жүрсе, бұны мен тоқи біледі деп ойлаймын. Қазір тоқып тастайық тезірек, иә. Так, мінекей қыздар, мінекей тоқып болдық. 48. Енді былай істейміз. Енді тағы көтереміз. 1, 2, 3. Енді біз осы жерге тағы да баған тоқимыз. Бір шеңбер аламыз. Да 2 баған қалдырамыз. Мінекей 1, 2, үшіншісіне біз баған тоқимыз. 2 баған тоқимыз. Үшінші тесікке біз 2 баған тоқимыз. Сосын тағы да 1 шеңбер. 1, 2, үшінші тесікке 1 және 2. 1 шеңбер. Тағы да 1, 2 баған тастап, үшінші баған немесе үшінші тесік деп айтайын, не болмаса шеңбер деп айтайын, иә, шеңбер деп айта берейін. 2 ұзын баған тоқимыз, тағы да 1. Осылай соңына дейін мінекей тоқып шығамыз. Түсінікті шығар деп ойлаймын. Соңына дейін тоқып шығайық, иә. Мінекей қыздар, біз осымен осы қатарды болдық. Мінекей мен көрсетіп жіберейін сіздерге соңғысын қалай істегенімді. Мінекей бір жіпті алып, мынаған қоса саламыз. Енді міне бізде осындай шықты. Мінекей басы. Мінекей жасыл жіпті қоямыз да, енді біз басқа жіпті аламыз. Басқа жіпті алып, біз бұлай жасаймыз. Так, мына жасыл жіптен арғатай өтіп, мына жерге барамыз, неке мына жерге дейін. Сосын басқа жіпті алып, тағы баған жасаймыз. Осы жерге біз 3 таяқша тоқимыз. 3 баған тоқимыз. Осы тесікке. Неке біреу уже тұр. Неке екіншісі. Және үшіншісі. Бір неге, бір мынандай неге біз 3 осыны былай қоямыздағы 2 жақтан белгі қойып аламыз. Мына жерге бір белгі, сосын осының тең жартысы, мысалы, мына жаққа қоямыз. Санаймыз, мынандай, мысалы, бізде бірдей шығу керек, мінекей. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Мына жақта да 8 болу керек. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 дұрыс. 2 жақтан белгі қойып қоямыз. Түйреуіш болмаса, жіп бәле салсаңыздар болады. Басқа түсті жіп бәле салыңызға болады. Енді біз арғатай тоқимыз.
мына жасыл жіпті алып тастауға болады, қайшымен кесіп. Өйткені ол бізге кедергі жасайды. Так, мінекей. Ары қарай тоқимыз. Енді мінекей үш мынандай баған жасадық. Енді осының арасынан екі шеңбер жасаймыз. 1, 2. Енді мінекей келесі мынандай аркаға біз тағы да 3 шегір тоқимыз. 1, 2, 3. 2 шеңбер тағы да мына жерге. Солай біз ары қарай тоқып кетеміз. Ешқандай қиындығы жоқ. 2, 3. 1, 2. 1, 2, 3. Қыздар, енді неке тоқ болдық. Мына белгіленген жерге келдік. Бұл жерге біз тоқмаймыз. Келесісіне тоқимыз. Мына жерге мынаған тоқмаймыз. Аттап өтеміз. Екеу алдыңыздар ғой. Сосын мына тоқмаймыз. Аттап мына жерге тоқимыз. 1, 2, 3. Енді жаңағы белгімізді біз пайда болған аркамызға шешіп алып, осы жерге қадаймыз. Что-то дұрыс болмай тұр. Неке мына жерге белгімізді қайтадан ауыстырдық. Енді тағы да кәдімгідей 1, 2, 3. Мына белгіге дейін тоқи береміз. Әр мынандай аркаға 3 бағаннан арасында 2 шеңберімізді ұмытпаймыз. Мына белгі тұрған жерге дейін тоқимыз. Сосын ол жерді аттап, келесі арканы баста кетеміз. Bir, 2. Енді мынау аркаға тағы да 3 баған тоқимыз. Осылай мына белгі тұрған жерге дейін тоқимыз. Неке белгі тұрған жерге келдім. Енді бұны аттап өтеміз. Неке мына жерде мен 2 шеңбер алдым. Мынаны біз аттап өтеміз. Енді мынау белгімізді алып, жоғарғы жаққа қоямыз. Өйткені біз келесі неде бізге тағы да аттап өту керек келесі қатарда. 1, 2. 1, 2, 3. 1, 2. 1, 2, 3. 1, 2. Мына жерге қоса саламыз. Мінекей қыздар, мына жерге жеттік. Енді біз мына аркаға өтуіміз керек. Ол үшін біз ақырындап бүйтіп барамыз.
Енді баған жасаймыз. 1, 2, 3. Мінекей бір баған, не? 3 баған тұру керек әр аркадан. Мінекей екіншісі және үшіншісі. Арасында 1, 2. Әр аркаға 3 бағаннан 1, 2, 3. 1, 2. Осылай біз мынау белгімізге дейін тоқимыз. Мінекей белгімізге жетіп қалыппыз уже. 1, 2. Неке белгімізге тиіспейміз. Екінші сол аттап өтеміз да, келесі қатарға біз 3 баған тоқып жібереміз. 2, 3. Енді мынау белгімізді қайттан жаңағы тоққан жерімізге қоямыз да, ары қарай жалғастырып тоқи береміз. 1, 2. Неке осылай мынау неге дейін тоқиық. Белгіге дейін не арасынан 2 тастап, 2 шеңбер 3, әр аркаға 3 бағаннан тоқимыз, я? Неке мына бағанға келдік. Енді ол жерді тоқымаймыз. Біз аттап өтеміз. Шөмеке. Мынау немізді аламыз да ауыстырамыз. Енді солай тоқып кете береміз. Соңына дейін тоқып кете береміз. 1, 2. Мына жерге біріктіреміз. Мына жаққа өтіп аламыз. Аркаға қосқаннан кейін, біріктіргеннен кейін мына жаққа өтіп аламыз да. Мындай баған жасаймыз да. Осы жерге 2, 3. Мінекей. Сосын 1, 2. Солай бағанға дейін тоқимыз. Осылай қыздар соңына дейін тоқи береміз. Сонда біздің мынау астыңғы жағымыз, мінекей мынау құлпынайдың астыңғы жағы, мына басы ғой, мінекей мына құлпынайдың астыңғы жағы ақырындап бізде кішірейе береді. Қарап тұрсаңыздар, астыға қарай біз мына жақты жаңа біреуін қалдырып отырдық қой, екі жағынан, содан ол қысқара береді. Бұлай қысқарып, мінекей құлпынайдың осындай формасына келетін болады. Осылай мен енді көрсетпей қойын арғадай сіздерге, уже түсінікті шығар деп ойлаймын. Мінекей мына жерге келген кезінде, белгіге келген кезінде оны аттап өтеміз да, тоқып, тағы белгіге келген кезде аттап өтіп, солай соңына дейін тоқып тастаймыз. Мына жерді қыздар көрсетіп кетейін, сіздерге. Жаңағы қатарды аяқтап келе жатқан кезде бізде қосу керек. Сол кезде бір қосамыз, мына жерді қосамыз. Сосын бізде мына жерде уже белгі тұр. Біз бұл жерді аттап өте алмаймыз. Сондықтан біз мына жаққа ақырындап білдіртпей, мына жаққа барамыз. Білдіртпей өтеміз ақырындап.
көрсетпей. Атыраш белгін тоқпалғанша. Жерге қайттан белгімізді салып қоямыз. Енді біз осы жерге қайттан баған жасаймыз. Бір, екі, үш. Бір, екі. Қайтадан солай тоқып шығамыз мына жаққа дейін. Қыздар, неге келдік белгіге. Енді біз не істейміз? Бұл жерде біз аламыз да мынаған екем жерде екеу істедік қой, біріктіре саламыз. Белгіні аттап өттік біз сонда. Енді осы жерге қайттан белгімізді салып қоямыз. Белгіні осы жерге қоямыз. Енді тағы да мына жерге өтеміз арқаға, арқадан бастау үшін. Бір, екі, үш. Бір, екі. Та соңына дейін тоқимыз. Некем жерде бір, екі. Жерде арка тұр, арканы тоқымаймыз. Уже біздің неміз уже ақырындап қысқарып келе жатыр уже. Bir, iki. Bir, iki. Üç. Bir, iki. Mына жерді тоқымаймыз арқымен. Бұл жерге біріктіре саламыз. Белгіні аламыз да. Жерге қоямыз. Енді тағы да мына жаққа өтеміз. Біз біріктірдік қой, енді мына жаққа арқаға өтеміз. Бір, екі, үш. Екі. Үш. Бір, екі. Мына арканы тоқып алып тастауға болады, бізге уже керек емес. Белгіні алып тастауға болады. Енді біз атта өтеміз де неке мына жерге. Бір, екі, үш. Бір, екі. Тағы мына жерді атта өтеміз дағы. Аттамаймыз, мына жер белгі тұр, мына жерге қосамыз.
Осымен қыздар мінекей аяқталды. Өте оңай. Мына жерді біріктіріп тоқып жүруге болады былай. Екі бетін ар жақ бетпен бер жақ бетті. Болмаса тоқмай қойсаңыздар да болады. Оны қысаймыз. Мінекей сонда бізде осындай мінекей құлпынай шықты. Өте әдемі, сүйкімді тез тоқылады. Қазір енді сіздерге мына жерге не тоқып көрсетемін. Ілетінді. Мынаны қайшымен өсіп, жіппен тоқтатсаңыздар да болады. Не болмаса былай кіргізіп жіберуге де болады. Мына арасының ішіне крючокпен, ілмекпен. Енді мына жерге біз жасыл жіптен ұстағышын істейміз, іліп қоятын. Ол үшін біз былай істейміз. Мінекей мына дәл ортасынан, мына жақтан дәл ортасынан, шетіндегі кіргізіп аламыз да жіпті. Так, бізге өздеріңіз білесіздер, ұзындығы бойынша мінекей өздеріңіз қалауларыңыз бойынша алуға болады негізі. Ұзын қыларыңыз келе ма, бүйтіп өшіп қысқа қыларыңыз келе ма. Сосын мына жерге екінші жағына біріктіре саламыз. Болды. Мынаны ішіне кіргізіп жіберсек болады. Мынаны ішіне кіргізіп жіберсек болады. Мынаны ішіне кіргізіп жіберсек болады бір жерден. Мынаны тоже кіргізіп жіберсек болады. Осындан кесіп тастауға болады. Мінекей сонда бізде мінекей мынандай шықты. Так, мынаны тоже кесіп тастауға болады. Өте ұзын болса, сосын мына ішіне кіргізіп жіберсек болады. Мінекей осылай білдіртпей жіберуге болады. Үйреніп алғанда белгіні қоймай-ақ істеуге болады. Сіздердің көздеріңізде уже белгілі болады. Мен белгіні қойған себебім сіздерге түсінікті болсын деп істедім. Егер сіздер бұдан үлкен қылып істегілеріңіз келсе, мына кішкентай десеңіздер, мына жерді үлкейтуге болады. Мысалы, біз жаңа мына жер 24-48 дедік қой. 48-ді 2-ге көбейтіп, оны 2-ге көбейтіп істеуге болады. Сонда үлкен шығады. Не болмаса бұны үйде пайдаланбасаңыздар, мысалы сыйлыққа берсеңіздер де болады, не болмаса тойбастар істейсіздер ғой. Менің тойбастарларымызды көрдіңіздер ғой. Мен соған осыларды тоқып саламын. Бірден адамның көзіне түседі, көзінің жауын алады. Басқа әртүрлі түстерден салып істеп салуға болады. Егер ұнаса лайк басыңыздар, ұнайды деп ойлаймын. Сіздер де тоқисыздар, бұл өте оңай. Жаңадан бастап тоқитын адамдарға да өте оңай деп ойлаймын. Өте қызықты, сондай көздің жауын алып тұр бірден. Сіздер де тоқыңыздар, менің видеома лайк басып мені қолдаңыздар. Мен сіздерге жаңадан видеолар түсіремін. Көңіл қойып тыңдағандарыңызға рахмет. Менің арнама жазылып лайк басыңыздар. Сау болыңыздар.